Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі жасалатын тағамымыз мөлдір пелмен. Буға пісіріледі. Бүгінгі тағамға екі түрлі қима даярланды. Жуысай, помидор, жұмыртқа. Келесі біреуінде жуысай, сәбіз, жұмыртқа. Алты тал жұмыртқаны чағып, азырақ тұз қосып, қазанға май құйып қуырып, екіге бөліп суытып қосамыз. Енді бір ыдысқа 150 грамм картоп крахмалы, 150 грамм жүгері крахмалын салып, жаңа қайнаған қайнақ суда елеп біріктіріп аламыз. Крахмалымызды кеуіп кетпес үшін салапанға орап қоямыз. Турап алған көкөнісімізге су шығып кетпес үшін алдын ала азырақ май құямыз. Май құйып араластырамыз. Жұмыртқаны екіге бөліп қосамыз. Қимамызға бір қасық ақ бұрыш, бір қасық тауық дәмдендіргіші, бір қасық устрица соусы, бір қасық күнжіт майы, кішкене қасықпен бір қасық тұз қосылады. Қимамызды жақсылап араластырып аламыз. Крахмалдың ұны тез кеуіп кететін болғандықтан, азырақ кесіп, тезірек жайып, бір шеттен түйіп отырамыз.
мантабаркаға май жағып, пелменімізді дізіп, қайнаған суда 6 минут булап пісіріп аламыз. Мінекей мөлдір пелменіміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар.